Саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстану сабағы 3-ші сынып. 13-ші сабақ. Тақырыбы ауа неден құралады? Балалар, бүгінгі сабақта біз ауаның құрамын сипаттайтын боламыз және ауаның жануды қолдайтын қасиетін сипаттайтын боламыз. Бағалау критериялары ауаның құрамы туралы білесің. Ал кәнекей балалар, мынау жұмбақты шешіп жіберейік. Көзге көрінбейді, жұтса білінбейді. Бұл не? Жарайсыңдар балалар, әрине бұл ауа. Балалар, ауаның қасиеттерін есімізге түсіріп жіберейік. Ауа қандай? Мөлдір, түссіз, иіссіз, қыздырғанда көлемі ұлғаяды, өте жақсы және жылуды нашар өткізеді. Тамаша. Балалар, жер бетінде тіршіліктің болуы неге байланысты? Жер мен Марсты салыстырып түсіндір. Неге? Екі планета екі түрлі, әртүрлі болып тұр. Тірі ағзаның ауамен байланысын сипатта. Қалай ойлайсың? Балалардың қайсысы Марсқа ұшуға дайын? Түсіндір. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Яғни Марсқа балалар мектеп формасымен бара алмайды, иә? Марсқа арнайы ғарышкерлер киетін скафандр киімі арқылы барамыз. Сондықтан қыз бала жер планетасында болса, ал ұл бала Марсқа ұшып бара алады екен. Жарайсыңдар. Диаграмманың көмегімен ауаның құрамын анықта. Ауада қандай зат көбірек кездеседі? Тыныс алу үшін қандай газ қажет? Тыныс алғанда қандай газ бөлінеді? Балалар, ауаның 78%-ін азот алып жатыр. Ал оттегі оның 21%-ін құрайды. Ал көмір қышқыл газы 1%-ін құрайды. Сонымен қатар ауаның құрамында басқа да газдар бар. Балалар, қалай ойлайсыздар? Суретші мынау оттың суретін салғанда қандай қателерді жіберуі мүмкін? Жарайсыздар балалар, әрине, жаңбыр жауғанда от бұлай жанбайды, иә? Сонымен қатар басқа планеталарда от бұлай жанбайды, өйткені онда оттегі жоқ. Сонымен қатар жабық ыдыстың ішінде тұрған от маздап жана алмайды. Ал қалған суреттегі оттар шынымен де осылай маздап жана алады. Өте жақсы. Балалар, қанекей барлығымыз енді эксперимент жасап көрейік. Арнайы 3 майшам алынды. Олардың біреуі жабылмады, қалған екеуі, біреуі 1 литрлік банкімен, екіншісі 3 литрлік банкімен жабылды және оларға от жағылды. Енді мына сұраққа жауап беріп көріңіздерші. Қай майшам соңына дейін жанады? Дұрыс айтасыздар балалар. Яғни жабылмай тұрған майшам ең соңына дейін жанатын болады. Неліктен? Өйткені 1 литрлік банкінің ішіндегі ауа таусылғаннан кейін от өшеді. Одан кейін біраз жанғаннан кейін 3 литрлік банкінің ішінде тұрған майшам да өшеді. Ал беті жабылмай тұрған майшам ең соңына дейін жанатын болады. Жарайсыңдар. Қалай ойлайсыңдар балалар? Ауаның құрамы өзгеру мүмкін бе? Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Таза ауаға әртүрлі завод, машиналардан шыққан түтіндердің құрамы қосылып, ауаның құрамы өзгеруі мүмкін. Сондықтан жаңағы ауаны таза ұстаудың маңызы өте зор. Өйткені лас ауа біздің өзіміздің ағзамызға өте зиян. Балалар, енді бүгінгі өткен сабағымыз бойынша алған білімізді тексеріп көрейік. Ол үшін мына тест тапсырмаларына жауап беріңіздер. Бірінші, ауа құрамында қандай зат көбірек кездеседі? А. Азот, Ә. Оттек, В. Көмір қышқыл газы. Әрине, азот көбірек кездеседі. Өте жақсы. Екінші, тірі ағзалардың тыныс алуына қажетті ең маңызды газды тап. Әрине, ол оттек, Ә нұсқасы. Және де сөйлемді аяқта. Ауасыз от жанады, жанбайды, өшіп қалады. Өте жақсы. Ауасыз от өшіп қалады. Балалар, естеріңізде болсын. Отты
үлкен адамдардың қарауынсыз жағуға болмайды. От біздің өмірімізге өте қауіпті екенін есте сақтаңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз ауаның неден құралатынын білдік. Үйде осы тапсырманы жақсылап оқимыз. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар.